Саламатсыздар ма? 251 есебімізде бізде координаталық нүктелер берілген екен мына жерде. Яғни осыған қарама-қарсы I, F, K, L нүктелерін белгілеңдер дейтін болса, енді біз белгілейтін боламыз. Мысалға 1-ге қарама-қарсы -1 болады. Және де 2-ге қарама-қарсы -2 болады. 4-ге қарама-қарсы -4 болады. Енді осыларды қояйық. I дейік, F, K, L. Мына жерде K дейін де, мынаны L дейін.